Енді біздің мектепте әсем партада оқиды басқа балалар. Алғаш сезім білдірген мектеп бағында болса сезім жанады. Кетеміз, сені жалғыз тастап кетеміз. Көздерімде жастық, жас сезім. Бала кезім енді қош бол қадірлеген мектебім. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты балдәурен сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты балдәурен сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Қош бол мектеп, қош бол мектеп, қош бол мектеп. Неге бастан екен едік? Алмон біздер бітіріп баратпыз енді, кетіп барады дегендей. Осы кезгесі ренжіткен болса да бізді кеш қоясың енді. Дегенмен сіз біздің екінші анамыздай болып тұрған адамсыз енді. Басқа сан айтар осы күнге дейін сонша бүлдірген заттарымызды жасырып, жақсы заттарымызды асырып келдіңіз. Сізге көп рахмет айтамыз барлығы үшін. Өзіңіз бақырсаңыз да ешкімге бақырттырмай, ұрыстырмай, осы күнге жеткеніңіз. Сізге көп рахмет айтамыз. Мұғалім, сізге көп рахмет. Осы кезге дейін қаншама қателік жасадық, барлығын кешіріп берді. Енді біздің мектепте әсем партада оқиды басқа балалар. Алғаш сезім білдірген мектеп бағында болса сезім жанады. Кетеміз, сені жалғыз тастап кетеміз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар мен ата-аналар. Қайырлы күн, қадірлі ұстаздар мен оқушылар. Өзің менен өлшеусіз нарқым менің, асқар тау, арқа тұтар алтын белім. Ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің айналайын халқым менің. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттанған ұл-қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, Алтын ұя мектебімен қоштасқалы отыр. Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бабан ұстаз баулыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан сол құстардың бір тобы ұшқалы отыр. Деп Алтын ұя мектебінің табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы отырған мектеп бітіруші түлектерімізді құрметтеп ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар.
сәтте төріңе мынау қимадым сені соңғы қоңырау аттанар сәтте төріңе мынау қимадым сені соңғы қоңырау қызықпен талай думанды кешкен шығарма сонау жолдарым естен тақтаға жазған ұстаз тәлімін партада тыңдап үлгі алып өскен соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұр ау арнамнан асып толқында 2025-2026 оқу жылының аяқталу құрметіне арналған құлақтан үнің кетпестей сыңғырла соңғы қоңырау атты салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Батырлыққа уызынан жарыған, ер қазақты жалауынан таныған, өзі батыр, өзі әнші халыққа жарасады, жігер берер әнұран. Өзбекстан Республикасының және де Қарақалпақстан Республикасының әнұрандары орындалсын. Ажырамай мектептен бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, сөз берерлік құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз. Дей отырып, соңғы қоңырау салтанатының алғашқы құттықтау сөзі мектеп басшысы Жолдыбаев Сабит ағаға беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, ұстаздар, бүгінгі міне соңғы қоңырау кешесіне жиналған барлық қауымдар, президенттің біз жастарға деген имканиятларын жаратып беріп жатыр, соның бір тәбірігін жеткеріп беруге кішкене тынышталамыз.
aziz farzandlarim, hurmatli ustoz, murabbiylar, muhtaram ota-onalar, bugungi maktabimizda barcha umtalim so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab bayram tabrikini bo'lib o'tmoqda. Mana shu damlarda 472 ming nafar qizlarimiz maktab ta'limini tugatib qayta hayotga yo'l olmoqda. Ana shunday ayom bilan barchangizga chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Biz bugungi rejalarni suyayotgan farzandlarimiz timsolida yangi O'zbekistonni dunyoga bayon etish ko'ramiz. Joriy yil bitiruvchi 11 ming nafardan ziyod farzandlarimizni oltin va kumush medallar bilan almoqda. Qizlarimizning kelajagi ham o'zingdek namuna bo'lib, yurtimiz taraqqiyoti qissasida qo'shadi deb ishonaman. Har bir maktab bitiruvchining hayotda munosib o'rin egallashini uchun hozirgi kunda katta kuch safarmat etamiz. Albatta bugungi bitiruvchilar ertangi muqaddas shifokor, olim, shoir va adib ikromlik deganni bugungi bitiruvchilar uchun rensansiz yangi O'zbekistonning eng katta ishonchi vatan himoyasida. Mamlakatimizda 270 talaqqiyot va 643 texnikum sizlarga zamonaviy bilim, kasb, hunar bilim bermoqda. Ana shu farzandlarimizni ularning ota-onalariga, ustozlarini bunday yutuqlari bilan shindirib bilan tabriklayman. Aziz bitiruvchilar, o'zingiz bugungi hayot va mehnat bozoridagi talab ham shiddat bilan o'zgarib bormoqda. Yangi kasblar paydo bo'lyapti. Til kasb, kompyuter savodxonligi va mustaqil daromad topish ko'nikmasini egallash muhim zarur bo'lmoqda. Mehnat bozoridagi eng avvalo hujjat emas, amaliy bilim, malaka va natija so'rayapti. Bugungi qishloqdagi oddiy maktab bitiruvchisi ertaga dunyodan tan oladigan olim bo'ladi. Bugun aldagi katta maqsad qo'ygan intiluvchi, izlanuvchi, insonlarga xizmat qiladigan texnologiyalarni yaratadi. Bugungi kitob o'qiyotgan bir qizaloq ertaga mamlakat taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqadigan farzandlarimiz tarbiyalaydi. Shu bois har biringiz kamida bittadan xorijiy tilni egallashiga harakat qiling. Bu kelajakka ochilgan eshik, siz uchun qo'shimcha imkoniyat va rag'batdir. Tadbirkor bo'lishingiz istaydigan yoshlarimiz uchun banklar joriy yil 25 trillion so'm arzon kreditlar taklif etmoqda. 100 million dollar mablag' tayyorlab qo'yganmiz. Eng yirik kompaniyalar har yili kamida 50 ming bitiruvchi sun'iy intellekt bo'yicha o'qitib, yuqori daromadli ishga joylashtirgan. Kelgusi yilda 168 ming gektar super intensiv sanoatlashtirgan bog'lar tashkil qilamiz. Mazkur loyihalarda qatnashmoqchi bo'lgan bolalarimizni doim qo'llab-quvvatlaymiz. Mana shu yangi sohalarda albatta o'z kasbining haqiqiy egasi bo'lasiz. Qadrli farzandlarim, bugungi tez hayotga, uning keskin talablariga tayyor bo'lishi bu eng muhim vazifa. Ushbu vazifa sizlar uchun eng yaqin do'st va eng kuchli qurol kitobdir. Shuni kitob nur, ilm va ibrat manbai. Bugungi hayotimizga sizlar uchun o'rnak bo'layotgan yosh qahramonlarimiz ko'p. 4-5 yildan oldin kitobni tugatgan Javohir Nodirbek, Abdurasud, Abduqodir Husanov kabi mashhur sportchilarimiz shaxmat va futbol olimpiadada butun dunyoni qoyil qoldirmoqda. Kunni kecha futbol bo'yicha milliy terma jamoamizni jahon chempionatiga katta tantana bilan kuzatdik. Barchamizga cheksiz g'urur, iftixor bag'ishlaymiz. Bunday yutuqlar ilgari tariximizda hech
болмаған. Siz бүгін мактабны түгәткәнгіз, lekin hayat maktabi ida boshlanmoqda. Men sizlarga ana shunday tengsiz vaqt, yuksak salohiyat bo'lishingizni tilayman. Aldingizga katta maqsadlar qo'yishiga hech qachon qo'rqmang. O'zingizga ishoning. Hamisha og'la boring. Doimo o'zlaringizga ruhiy bilan yashayotgan avlod bo'ling. Shu qadamlaringiz qutlukka barakali bo'lsin. Barchangizga aziz farzandlarim, Shavkat O'zbekiston Respublikasining prezidenti. Және hurmatli assalomu alaykum, hurmatli ата-аналар, hurmatli qonaqlar, bugungi mine so'nggi qo'ng'iroq kechasida jinoalgan qavm. 2025 жылы, 2026 o'quv yilida maktabimiz ulkan bir tarixga erishdi deb bo'ladi. Жетіскендігіміз көп. Bugungi mine kecha gana maktab tavaldığını atlab bildirishimderimiz bugun mine o'ylagan armanlarına жетіп, aldarına Xudo qalasa yaxshi imtihonlarda yaxshi бағалар alып, o'ylagan armanlarına жетіп, bugungi mine sizlerдің мектебіміздің bir үлкен bir жетістіктеріне жетсек деген үміттемін. Ата-ананың үмітін ақтайтындай, ұстаздардың үмітін ақтайтындай үлкен азамат болсын. Алдыға Xudo қаласа міне 25-26 оқу жылын жақсы тамамдап жатсыңдар. Мектебіміз үшін үлкен жетістіктер көп. Айта берсек, пәндер олимпиадасы, спорт жарыстарында, таңдауларда үлкен жетістіктерге ерістік. Бірінші класста қаламыз сатқан мені Есетбаева Қаншайым апамызға үлкен рахмет. Осындай дәрежеге жеткеріп жатыр. 5-11 класс аралығында Оспанова Гүлмира апасына да осындай тәлім тәрбие беріп, осы мектептің ұстаздарының жетістігі деп ойлаймын. Құда қаласа осы міне жоғары оқуына тапсырып, үлкен бір маманың иесі болып, әркім кәсіп маманы болуға ерсе беріңдер. Диққаттан үшін рахмет. Қазекем қанақ десек көсіледі, мұндайда жай түйені шешіледі. Ақ тілеулі ырысқой қонақ деген өзі менен ала келер несібені. Демекші, бүгінгі салтанатты жиынымыздың қадірлі қонақтармен таныс болыңыздар. Ауыл бұқалар жиыны бастығы Нұржігітов Махамбет аға. Ассалаумағалейкум, есімізі халқы, ата-аналар, ұстаздар. Бүгін міне 360 күннің ең жақсы күннің бірі десек болады. Мектеп табалдырған міне кеше ғана аттаған оқушыларымыз бүгін міне мектепті бітіріп, алдағы өмірге жолдама алмақта. Сіздерді алдағы оқуларыңызға табыс тілеймін. Жүздеріңіз жарқын болсын. Әрдайым елге белгілі инсан болыңдар. Аман болыңдар. Мектепке шеккенге хан мектеп білімдендіру министрі методисті Шыныбаев Болат аға. Ассалаумағалейкум, құрметті мектеп жамағаты, ата-аналар hamda оқушылар, міне бүгін соң қоңырау көшесіне жиналып жатқанымыз оң болсын. Imtihonlarınız aman sağ жақсы бағаларға жұмақлап, жоғары оқу орындарына кіру несіп етсін. Ата-анаңыздың алдына аман болың. Биылғы жылы районымыздың көрсеткіші жақсы жыллардың бірі болды. Мүддетінен бұрын 6 оқушымыз жоғары оқу орындарына кіру несіп етті. Және де спорт тарауында да жақсы жетіскеніміздер көп болды. Сіздерге үміт тілейміз. Рахмет. Ашқаным, есіміңді естемәңгі сақтадым. Жүрегіме нұрын құйған жылылық көрген емес, ешқашанда суынып, деп түлектердің алғашқы ұстазы, әрі ардагер ұстазымыз Есетбаева Қаншайым апаға сөз береміз. Ассаламу алейкум. Не бүгінгі
мектеп бітіру кешіне қатысып отырған құрметті ата-аналар, оқушылар, қонақтар. Кеше ғана мектеп табалдырығын имене аттаған кішкентай бүлдіршіндер еді. Енді бүгін қарап қуанып отырмын, үлкен қанаттары қатайып, мектеп табалдырығынан ұшқалы отырыпты түлектер. Оң болсын айтамын. Және сіздерге айтарым, байлық емес, бақыт табыңдар. Және данышпандар айтады, ғылым иеленгер, бұл шөл далада дос, жалғыз қалған шақтарыңда жолдас, адамдар арасында әшекей, бақытты шақтарыңда бастық, дұшпандарға қарсы жұмсайтын қару дейді. Сондықтан ғылымға ұмтылыңдар, өнерге ұмтылыңдар. Ешқашан сіздер сол кезде қор болмайсыңдар. Ата-аналарының алдында әрқашан аман болып, қуанышқа бөлеп жүре берің. Сіздердің жетістіктерің бұл біздердің жетістігіміз болып саналады. Оң болсын, түлектер. Сыныпты келдің басқарып, көрмедің ойлап басқамың, шәкірттер жатыр ұшқалы, өмір деген қасқағым. Бірге өткізген күндерім қыс жазыңды жазып шықты қаншама іс қазына, балапанын ұшырған ұясынан сөз берейік жетекші ұстазыма деп келесі сөз кезегі ұлағатты ұстаз әрі түлектердің сынып жетекшісі Оспанова Гүлмира апайға сөз кезегін береміз. Ассалаумалейкум, құрметті ата-аналар, ұстаздар, келген қонақтар. Міне бүгін түлектеріміз қанат қағып, мектебімізден ұшқалы жатыр. Қадамдары құтты болсын, кейінгі өмірлеріңізге сәттілік, алған білімдерің кейінгі өмірлеріңізге сендерге жақсы нәтиже алып келіп, үлкен оқуларға кіріңдер. Ата-анаңыздың, ұстаздарыңыздың сенімін ақтап жүріңдер. Сендерге сәттілік тілеймін. Жасы шәкірт азамат атанады, халқынан атанадан баталады. Ұрпағына айтсын деп ақ тілегін, ортаға шақырайық атананы. Алима апа. Алима апа. Алима апа, Ақбеке апа, Лиза апа. Ассалаумағалейкум, қалайық, ұстаздар, ата-аналар. Бүгінгі соңғы қоңырау құтты болсын. Балдарым, қыздарым үлкен оқу орындарына кіріп, ата-аналарын, ұстаздарын қуантсын. Имтихандарын аман есен тапсырып, сәттілік болсын бәріне. Бақыт тілеймін, Ақұдай, бақытты болыңдар. Үлкен оқу орнына кіріп, барлығымызды қуантқайсыңдар, балдарым, қыздарым. Аумет бәріңе. Бүгінгі алдымен ұстаздарды құттықтаймын. 11 жыл omnағы балдарды оқытқан еңбектері бар. Еңбектеріңе рахмет. Кәсіптеріңізден камал табыңдар. Алына ұл қыздарым, ақ жол сіздерге. 11 жыл оқып, мектепті бітіріп атсыңдар. Жолдарыңыз ашық болсын, аңсаған армандарыңа жетіңдер. Үлкен азамат болыңдар. Барлықтарыңызға рахмет. Жолдарың ашық болсын. Әуелен бар ассалаумалейкум, әзиз ұстазлар, әмде жиналған ата-аналар, сырттан келген қонақтар. Бүгінгі мінекей қызларымыз, балдарымыз бітіріп жатырған екен. 25 май соңғы қоңырау байрамы құтты болсын. Ұстазларымызға, осыларға тәлім тәрбие берген, әме ұстазларға мың рахмет. Осы дәрежеге жеткерген ұстаздарға алғыстарымыз шексіз. Құтты болсын. Міне аңсаған армандарыңа жетіңдер, жақсы оқуларға кіріңдер, ата-аналарыңызды, ұстаздарыңызды биік бәлен шыңдарға көтеріңдер. Байрамларыңыз және бір мәртебе құтты болсын.
Ендеше оқушыларды марапаттау кезеңіне береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, ата-аналар, ұстаздар және мектеп оқушылары. Міне бүгін мектебімізде үлкен мейрам. 2025-2026 оқу жылының біткерушілері міне бүгін Алтын ұя мектебіменен аяулы ұстаздармен қоштасып қанат қаққалы отырыпты. Қанаттарың талмасын. Алдағы емтихандарды жақсы табысты аяқтап, өздерінің ойлаған жоғары оқу орындарына кіріп, белгілі бір маман иесі болыңдар. Ата-ана және ұстаздардың үмітін ақтап, елге белгілі азаматтар болып жетілсіңдер. 2025-2026 оқу жылында жақсы нәтижелерге еріскен оқушыларды құттықтау мәресіміне барлық қонақтарды ортаға шақырып қаламыз. Спорттың волейбол түрінен районлық және республикалық басқышта жақсы нәтижелерге еріскен үшін 11 сынып оқушысы Тұрғанбаев Мирас. Математика, информатика пәндерінен барлық олимпиадаларға қатынасып, заковат интеллектуал ойынына қатынасып, жақсы нәтижелерге еріскендігі үшін Мақсутов Ербол марапатталады. Физика пәнінен олимпиадаға қатынасып, жоғары балл топтағаны үшін Жолдасова Назира марапатталады. Қазақ тілінен пәндер олимпиадасына қатынасып, сыйлы орынды иелеген үшін Ыдырысова Бегімай марапатталады. Орыс тілі пәні олимпиадасына қатынасып, жақсы нәтижелерге еріскендігі үшін Кемалаттинова Айгерім марапатталады. Алжас кетес. Тарих пәнінен пәндер олимпиадасына қатынасып, жақсы нәтижелер көрсеткен үшін Пахраттинова Нилуфар марапатталады. Биология пәнінен пәндер олимпиадасына қатынасып, жақсы нәтиже көрсеткен үшін Рахамлы Авлат қызлар таңлауынан районлық басқышта орын иелегендігі үшін Жалиева Нұрбеке марапатталады. Құқықтану пәнінен пәндер олимпиадасына қатынасып, жақсы нәтижелерге еріскендігі үшін Темірбекова Зарина. Биология пәнінен пәндер олимпиадасына қатынасып, жақсы нәтиже еріскендігі үшін Ниятова Жанерке. Үлгілі мінез құлыққа ие жақсы нәтиже бағаларға оқығандығы үшін Бөлегенова Мадина. Өзбек тілі пәнінен шығармалар таңлауына қатынасып, жақсы нәтижелерге еріскендігі үшін Тастыбаева Дилафруз. Химия пәнінен олимпиадаға барып, жақсы нәтижелерге еріскендігі үшін және үлгілі мінез құлқына ие болғандығы үшін Қуандықова Арайлым марапатталады. Грант А дәстүрі бойынша олимпиадаға қатынасып, жақсы нәтиже еріскендігі үшін 2 класс оқушысы Сүйубаев Мұхағали марапатталады. Кубик Рубик олимпиадасына қатынасқандығы үшін 2 сынып оқушысы Қуанышбаев Жансерік марапатталады. Кубик Рубик олимпиадасына қатынасқандығы үшін 9 сынып оқушысы Мақсутов Есбол марапатталады. Халықаралық кенгуру олимпиадасына қатынасып, сыйлы орынды иелеген үшін және жақсы нәтижелерге еріскендігі үшін 5 сынып оқушысы Амангелдиева Гүлнұр, Есенғалиев Нұртас, 6 сынып оқушы Басполов Нұрасыл, Өмірбекова Дұрдана марапатталады. Басполов Нұрасыл, бар ма? Спорттың волейбол түрінен жарысқа қатынасып, республикалық басқышта 1-ші орынды иелеген үшін 5 сынып оқушысы Сүйубаев Мұхамедали, Бекетов Бекнұр, Якияев Нұрбол марапатталады.
инглиз тілінен B2 дәрежедегі сертификатқа ие болғандығы үшін 8 сынып оқушысы Амангелдиева Динара марапатталады. Тарих пәнінен сіз тарихты білесіз бе? Көрік таңдауына қатынасып, сыйлы орынды иелеген үшін 8 сынып оқушысы Жұманиязова Гүлбану марапатталады. Музыка тарауы бойынша республикалық көрік таңдауға бар бірінші орынды алған үшін Есетбаева Ақмаржан марапатталады. Бес басылама спорт жарысының райондық басқышында екінші орынды иелегендігі үшін 9 сынып оқушысы Аманбаев Мерей, Темірбеков Сардарбек, Елеусінов Аңсар, Жұмабаев Жарасбай, Жүсіпов Дәулет, Қалымбет Асатбек, Жұманиязов Ералхан марапатталады. Заковат интеллектуал ойынына қатынасып жақсы нәтижеге еріскен үшін және шет тілі таңлауына қатынасып жақсы нәтижеге еріскендігі үшін 9 сынып оқушысы Жарылқасынов Үмітбек марапатталады. Жадидлер таңлауының райондық басқышында екінші орынды иелегендігі үшін Сансызбаева Дүлфуза марапатталады. Пәнлер олимпиадасының райондық басқышында бірінші орынды иелегендігі үшін қазақ тілінен Амангелдиева Аяулым, Қарақалпақ тілінен Сыдықова Ақнұр марапатталады. Пәнлер олимпиадасында райондық басқышта бірінші орынды иелегендігі үшін қазақ тілінен Жарболғанова Мехриван, Қарақалпақ тілінен Бекетова Мұхаддас марапатталады. Барлық оқушыларға сәттілік тілемей, ендігі оқу жылында да осындай нәтижеге ерісуін тілеп қаламын. Абзал жандар биік толға байсалды, құшақ жайып төл мерейген қарсалды, түлектерге жарқын тілек білдіріп, құттықтайды бүлдіршіндер баршаңды, деп құттықтау кезегі бірінші сынып оқушылары бүлдіршіндеріне беріледі. Бүгін соңғы қоңырау құтты болсын мереке, қыркүйекті қауышып арта берсін береке. Соңғы қоңырау бастайды демалысқа біздерді, қош аман бол достарым жалғап жарқын іздерді. Мектебім бұл бағымнан, кеудемнен бір нұр тары. Келді соңғы қоңырау, қош бол мектебім, оқу жылым тітірдік күлім қақ бол деген. Келді соңғы қоңырау, 3 ай жазғы демалыс, достар аман болыңдар, жақындағы ең ал. Жақсы оқып келемін, сабақтан еш қалмаймын, осы өлең жылдарын мектебіме арнай. Мектебім менің мектебім, сағынам сап жетем, мектебім сені күтемін, сені ойлап өтем. Бүгін соңғы қоңырау тербедің біздерді, жаратқаным жар болып, қуансыз ұстаз сіздерді. Бүгін соңғы қоңырау, ашық болсын аспаның, көріскенше қайтадан білім күні достарым. Қош аман бол мектебім, қайта айналып келгенше, білім күнің сағынып, оң аяқпен енгенше. Қош аман бол ұстазым, білім берген біздерге, бас иемі шынында, шын ниетпен сіздерге.
ақ жұлдыздай жарқырап, нұр сәулесін төгетін, ұстаздарға мың алғыс, бізге білім беретін. Биыл ғана мектептің табалдырығын аттадым, әліппені қолға алып әріптер жаттадым. Білімнің қайнар бұлағы, өнердің шарқын шырағы, тұрағы өзі мектебім, шәкірттің асыл қырағы. Соңғы қоңырау үнімен тербетілеміз біз бүгін, соңғы бәліс әнімен би билейміз біз бүгін. Келді соңғы қоңырау, қоштасатын сәт бүгін, қош аман бол ұстаздар, әркін сыйлап тәтті үнін. Оқушыларымыз марапаттау несіне қалып қойыпты. 3-ші сынып оқушысы Яхияев Айбек республикалық басқышта волейбол түрінен 1-ші орынды алғаны үшін марапатталады. 3-ші сынып оқушысы Яхияев Айбек. Бар ма? Жоқ. Соңғы қоңырау, соңғы қоңырау, сыңғырлап үнім, көңілде тұрау, арнамнан асып, толқын. Мектеп маңы толыпты жарасымға, ізгілікте мерімі бәр осында, өмірге қанат қақты жас өреңдер, асыл арман гүл атып санасында, деп жүректері лүпіл қаққан, қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдері араласқан, осынау сәтте, шәкірттік сәттің соңғы өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас түлек, ендігі сөзді сендерге береміз. 11 сынып ән ұстазым. Тыңдаған көңілдегі толғамымды, шынаған тәрбиемен талғамымды, өмірдің маған сыйы деп білемін, өзімдей жанға шәкірт болғанымды. Тамаған балапанем миядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы. Ұстазға деген ыстық сағынышым, бірінде қалай ғана сыялады. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегім дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Өнерді мен білмейтін қатпайларын, жаныма сіңіргенше тоқталмадың. Алдымнан шықты бүгін қолың болған, қанша жыл қиялдаған тәтті арманым. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегім дархан, өзімнің арқан, биікке шықсам егерде.
Алдарыңнан арман жолы ашылды, түлектерге бақыт гүлі шашылды. Қимастықпен 11-дің алтын кілтін ізін басар сыныпқа тапсырады. Кемалаттинова Айгерім мен Тұрғанбай Мирас білімнің алтын кілтін бітіруші түлек, алтын кілт үміткері 10 сынып оқушысы Ерғалиев Нұрғалым Бекетова Мұқаддасқа тапсырады. Әндерін жырға жолдап, барамыз үшіп ұядан, аманат саған аманат. Ізбасар 10-шы сыныптар. Мейірім шуағы төгілген, ұстаздар саған аманат, шығатын күміс үнімен, әндерім саған аманат, аулада тұрған талдармен, гүлдерім саған аманат, жалғайтын арман таңдарға, сағыныш саған аманат, жастанып кейде ұйықтаған, кітабым саған аманат, көрінбес шимай шақпақтан, дәптерім саған аманат, бір жеңіп бірде жеңілген, жарыстар саған аманат, қос өрім етіп өрілген, ақ пантик саған аманат, үзіл үсте соғатын, қоңырау саған аманат, үлгілі тәртіп үздік оқу, ізбасарым саған аманат. Біз 10-шы сынып оқушылары қастерлі аманатты қабылдай отырып, бізге артқан сеніміңізді ақтауға, саналы азамат болуға, мектепті жоғары деңгейде көрсетуге, білім мен тәрбиенің барлық салаларынан алда болуға өз үлесімізді қосамыз деп ант береміз. Аяқтап бүгін мектепті тербендің, толғандың, болашағың жарқын болып, ашық болсын жолдарың, оқуды терең меңгеріп, аманатты ақтаймыз, мектепті үздік бітіріп, әдеп салтты сақтаймыз деп уәде береміз. Соңғы қоңырау, қымбатты мектеп бітіруші түлектер, алғаш қолыңа гүл шоғын алып, мектеп табалдырығын аттағаннан бері 20 мыңнан аса қоңырау үнін естідіңдер. Ал бүгінгі қоңырау үні ерекше. Ол мектеппен қоштасар соңғы қоңырау. Ол балалық шақтың өмір белесіне асыратын соңғы қоңырау. Гүлдерге толы омырау, өмірде жоқ қой тоқырау. Қимастық сезім оятып, соғылсын соңғы қоңырау. Соңғы қоңырау соғыл салтанаты 11-ші сынып оқушылары Мақсұты Бербол мен Тұрғанбаев Мирасқа тапсырылады. Көгешіндей самғаңдар түлектерім, орындалсын өмірде тілектерің. Үнімен соңғы естіген қоңыраудың, дірілдеді-ау ерекше жүректерің. Жиынымыз өтіп жатыр салтанатты, төгілген күн нұрының шапағаты, мың бұралып бишілер би биледі, қалай қол соғыңыз мархабатты. Демекші мектебіміздің 11-ші сынып оқушылары орындауындағы Қаралпақша би. Бармағы өнерлі, жайнатар барған жерді, біздің елдің қызлауры, лалқылауды бегілерді, болса дағы сүйгені, ішінде бар білгені, біздің елдің қызлауры, шетлерінен үйбені. Біздің елдің қызлауры, біздің елдің қызлауры. Ярың болса қанекей, бәрі сұлу әнекей, біздің елдің қызлауры, бейіштегі пәридей. Біздің елдің қызлауры, біздің елдің қызлауры.
Paris'e takabbül Yarın bulsa kaneki Beri sulu aneki Bizim yıldın kızlar Ey biştini peride Biştini Bizim yıldın kızları Bizim yıldın kızları Yarın bulsa kaneki Beri sulu aneki Bizim yıldın kızlar Ey biştini peride Biştini Bizim yıldın kızları Bizim yıldın kızları Bizim yıldın kızları Bizim yıldın kızları 11 sınıf оқушылары орындауында өзбекше би. Kelmana şair 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 bu atlas mıdır? Kelmana şair 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 bu atlas mıdır? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi? Atlasga mosmasmidi? Mamalar kiygan libos atlasmi adresmidir? Mamalar kiygan libos atlasmi adresmidir? Kuydirib bobolarim ishqida yonmasmidi? Hay kuydirib bobolarim hajrida yonmasmidi? Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? Atlasga mosmasmidir? Marg'ilonni yo'li soz, yo'lida o'ylaydi g'oz. Marg'ilonni yo'li soz, yo'lida o'ynaydi g'oz. Qizlari qizil gilos, yigitlari ishqiboz. Qizlari qizil gilos, yigitlari ishqiboz. Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? Atlasga mosmasmidir? Mana yarim Qo'qonda, panjarali do'konda. Voy mana yarim Qo'qonda, panjarali do'konda. Hali kelsa ko'rasiz, qosh ko'zlari muqomda. Hali kelsa ko'rasiz, qosh ko'zlari muqomda. Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shu masmidir? Atlasga mosmasmidir? Atlasga mosmasmidir? 8 sınıf оқушысы Есетбаева Ахмаржанның орындауы. Qara qalpoq qizlar, ay, aqla laylim, laylim, laylim. Qara
Қарақалпақ қызлар ей. Дастарханы кең жазықлы, ау, қозығы жол уазықлы, мерекеге жарасықлы, Қарақалпақ қызлар ей. Мерекеге жарасықлы, Қарақалпақ қызлар ей. Сулап шашым тарайман ей, басыма жібек орайман ей. Сулап шашым тарайман ей, басыма жібек орайман ей. Көкте ұшқан құслардан ярға сәлеммен жолайман ей. Көкте ұшқан құслардан ярға сәлеммен жолайман ей. Ағаранлап көрінген, толқын бекен тау мекен ау, мотор қайық айдаған, біздің сәуір яр мекен мотор қайық айдаған, біздің сәуір яр мекен қасында Қамажайдың бір талықы айрылып, Қамажайдан болдым күлкі, Ирылып Қамажайдан отырғанда келеді-ау, қай жерімне ойын күлкі, Ау, қай ләйлім Қамажай, қай жерімне ойын күлкі, Ау, қай ләйлім Қамажай, қай жерімне ойын күлкі. Қалдым кейін сәулетайым, Расцветали яблони, груши, поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Başlarına köştep meni başların, Başlarına köştep meni başların. Bugün toyga geldik bize, Qaygıganni taşlaylik. Bugün toyga geldik bize, Qaygıganni taşlaylik. Adıgın, toy palavni dadiling. Adıgın, toy palavni dadiling. Agar ruxsat bersangiz, uyimizga qaytaylik. Agar ruxsat bersangiz, uyimizga qaytaylik. Gördüm iki parigeler, geler sallana, aşığının köngün alıp geler nazana. Сынып оқушыларының орындауында сахналық көрініс көктем аруында болған жағдай. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Бүгін міне сыныбымызда өткеріліп жатырған қыз сыны сайысымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі қыз сыны сайысымызға сыныбымыздың 4-1 аруы қатысқалы отыр. Бірінші сахнаға шығатын аруымыз Назира Жолдасова. Қарсы алыңыздар.
салмағы 56 килограмм. Диета ұстағанды жақсы көреді. Жақсы көретін тамағы 5 пакет деп жазыпты. Сіз бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бассейнге барам, ән айтам, би билейм. Бүгін бассейнге бармағансыз ғой. Бәрекелді, Жанерке Ниятова. Ал ендеше 4-ші нөмірдегі аруымыз. Қарсы алыңыздар. Бегімай Идрисова. 나는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 Естебатсыз. Болды, рахмет. Мынау көріп тұрсың ғой, билеп жатырық қой. Мынау би ма? Еніне міне тренировка жасап жатты деп пе едің? Тоққа түскен тауықтар ұқсап. Не тауық тоққа тығып көріп пе едің? Бегімай Идрисова, мына дене бітімі. Дене бітімі деппін ғой. Сізді таныстырайын ендеше. Бегімай Идрисова, жасы 52-де, салмағы 94 килограмм, бойы 15 дециметр, жұлдызнамасы сары шаятын. Жейтін тамағы общий жейтін нәрсенің бәрі деп жазыпты. Бегімай ханым, сізге де жалпы қойылатын сұрақ, бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытында ұйықтай. Ұйықтағаннан қолыңыз босамайды ғой. Жоқ, босайды ғой. Таңертең тұрып, тамақтан тағы да ұйықтаймын да. Сонымен қошаметтеп қояйық. Бегімай Идрисова. Бүгін міне сайысымызға 4-бірдей аруларымызды шақырдық, таныстық. Енді аруларымыздың білімін сынаймыз. Білім сайысы. Бірінші болып ортада әрине Назира Жолдасова. Назира, мен мақалдың басын бастайтын болам, сіз соңын аяқтайсыз. Солмен мұхят тыңдайық. Гүл өссе жердің көркі. Қыз өссе. Қыз өссе. Қыз өссе байға шығады. Жоқ, қыз өссе елдің. Елдің. Көрк. Бір ағарып қалды. Сонда сіз ойлайсыз ғой, гүл өссе жердің көркі, қыз өссе елдің көркі. Иә, болмаса бұны көріңізші. Жоқ, дұрыс көркі, біз білмейді екенбіз ғой. Назира Жолдасова, қошамет деп қоямыз. Келесі ортаға шығатын Арайлым Қуандықова. Арай ханым, сізге де қойылатын сұрақ. Ежелде қазақтар қыз айттыру деген дәстүр болған. Елші қыздың әке-шешесіне қызын айттырып келгенін білдіру үшін міндетті түрде оң аяғының балағының мәсісінің қонышына балақ салып келетін болған. Ендеше сұрақ, балақ салынған мәсінің размері? Дәу болған ғой енді. Жоқ, дәу болғанда нақты. Үлкен болған. Дұрыс, үлкен болған. Баяғы заманда размер деген болмаған. Ендеше 3-ші нөмірдегі аруымыз Жанерке Ниятова. Сізге қойылатын сұрақ. Салт дәстүр жөнінде. Баяғы заманда қазақтар етті бұзылмас үшін кебеже деген жәшікте сақтайтын болған. Енді сұрақ, қазақтар баяғыда етті бұзылмас үшін қандай жәшікте сақтайтын болған? Кебеже. Дұрыс, қошаметтеріңіз. Ал ендеше 4-ші нөмірдегі аруымызды қарсы алыңыздар. Бегімай Идрисова. Ерте тұрған еркектің әйелі, мен де істер болады ғой. Бәрекелді, тамаша. Осында мақалды беріп тұрсыздар ма? Мен де бұндай мақалдардың қап-қабымен жатыр ғой. Ойбай, жіберіңізші. Алтыңда. Тырнақ өспей ма, нәскейіңді теспей ма? Сіз ана аяқтың тырнағын айтып тұрсыз ғой. Енне нәскейің қолыңа келген деп пең? Жоқ, болды, рахмет. Енді құрметті арулар, сендерге дайындалуға рұқсат, бара беріңіздер. Ал енді құрметті көрермендер, бүгінгі аруларымыз өз өнерлерін көрсетті. Ендеше бүгінгі аруларымыздың өнерлерін көрсетуге қарсы алыңыздар. Назира Жолдасова. Tapma bahana dedi. Alma pişkende gelin dedi. Alma pişkende gelsem, teyine pişkende gelsem. Alma pişkende gelsem, teyine pişkende gelsem. İyisi saçlarım
Бәрекелді, рахмет, бара беруіңізге рұқсат. Келесі сахнаға шығатын бізде Арайлым Қуандықова, испан биімен. Ендік ортаға шығатын қатысушы Жанерке Ниятова үнді биімен. You got You be a nympho, I'll be a nympho. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. Hey, your fans teasing you about how strong I got you. Рахмет, алдарыңызда болған Жанерке Ниятова. Енді 4-ші нөмердегі аруымыз Бигмай Идрисова. Ladies and gentlemen, добро пожаловать к нам в клуб. Йоу, Дли, давай жару, поехали! Бәрекелді, рахмет. Мінеки бүгінгі 3 ару және 1 аурудың өнерін тамашаладық. Енді әділ қазылар алқасының бағасымен танысайық. Сонымен 4 арудың арасынан 4-ші орынға ие болған Назира Жолдасова. 3-ші орынға ие болған Арайлым Қуандықова. Келіспейм, әділдік жоқ сендерде. Жоқ, сонда сіз нешінші орын алам деп келдіңіз? 4-ші орын алам деп келбем. Енді 2-ші орынды хабарлауға рұқсат етіңіздер. Жанерке Ниятова. Енді міне шешуші сәтке келдік. 2-ші орын екеу екен. 2-ші орынның екіншісіне ие болған Бигмай Идрисова. Келіспейм, әділдік жоқ. Сонымен құрметті көрермен, келесі қыз сынында кездескенше. 11-ші сынып қыздарының орындауында қазақша би.
Қазақ қызы намысым сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалақ аналардың көзіндей, Баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей, Намысыңды ерлерім қорғас екен көзілмей. Мәншүгім мен әлиям жаудың бетін қайтарған, Ләззатым мен сәбирам гүлім еді жайқалған, Фаризам мен Марфуғам елдің сөзін айталған, Қазақ қызы ешкімнен кем түспейтін майталман. Ахо, Арида, ахо, Арида, Күләшім мен майрам бар осыдан біл анам кім, Бибігүл мен Роза апам шоқ жұлдызы ғаламның, Мәдина апам жез таңдай ақ баяны даламның, Қыздарым бар осындай кім қазаққа тағармын. Айхо, Арида, айхо, Арида, айхо, батыр боп арсатуға хақың жоқ, аналарды кешегі аңсатуға хақың жоқ, қабырғасын халқымның қаусатуға хақың жоқ, қазақ қызы жаныма сенен артық жақын жоқ. Әдебиетте Айман мен Шолпан қыздай жүреттім, күй ойнаса Дина апам қылғын шертпен жүреттім, бүгін Мақпал апамдай сахнаға гүлеттің, қазақ қызы сендерге ең тәттісі келеттің. Ахо, Арида, ахо, Арида, бір қыз маған жар болып көңілімді байытсын, дархан дала мен болсам ертіс еділ жайықсың, болсам егер ескегін көлде жүзген қайықсың, қазақ қызы қазақтан жігітіне лайықсың. Ахо, Арида, ахо, Арида, айхо, айхо. Бұл соңғы қоңырау үні, балалықпен қоштасу, үлкен өмірмен қауышу үні. Өмірде ілбіп, тек көшпей, жүретін сергек жол мынау, құлақтан үнің кетпестей, сыңғырла соңғы қоңырау, сыңғырла соңғы қоңырау, деп мектеп түлектерін жаңа өмір баспалдағына шарып саламыз. Қоштасады алтын ұя мектебің, маңдайынан сипап өтер көкте күн, сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін, дей келе, жоғары орнына тест тапсырғанда табысты тапсыруларыңызға тілектеспіз, жаңа өмірлеріңізге ақ жол, сәт сапар тілейміз, дей отыра 11 сынып оқушылары орындауында ән. Замырап өткеніме, ұсқаздар ең адал серттеріне, ұядан түлектер ұшқалы тұр, қоштасу мерзімі жеткеніме. Шәкіртің сіздерге ән ұсынды, білімге жұмсаған
берсің әрқашан жүреккенім, ал жастар баса алмай жүректерін. Өмірге ныққадан басқалы тұр, сәлемін жолдайды түлектерің. Мектебім сеніммен мақтанамын, білімнің толтырып ақ парағын. Болашақ күтеді бізді алда, мен бүгін өзіңнен аттанамын. Қимай тұрмын, қимай тұрмын, өз-өзіме сыймай тұрмын. Тағы келем, тағы келем, қазағымның әні менен. Қимай тұрмын, қимай тұрмын, өз-өзіме сыймай тұрмын. Тағы келем, тағы келем, қазағымның әні менен. Кездескенше қайта айналып, жүздескенше. Осымен 2025-2026 оқу жылының салтанатты соңғы қоңырау жиынын жабық деп жариялай отырып, жазғы демалысты жақсы өткізіп, келесі оқу жылында амандықпен жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Мектепке әкелген әкем қолдан жетектеп, есейлік онмен солды ажыратып сол бір жерде. Көйлек шалбарымды киіп, анам берген үтіктеп, сондағы уайым күнделіктегі бағаны реттеу. Бірақ саған ғашық болатын сезімді мен күтпедім, қағаздан жасалған құшағым саған қарай беттеді. Балалық махаббатым ол кез әлі зардап шекпеді, сондықтан сабақты ысырып мен сені зерттедім. Бізді айырған соңғы ғұмырым, бізді айырған соңғы ғұмырым.